Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай екі түрлі кекс жасап үйренеміз. Ең бірінші біз жұмыртқамыз бен қантымызды ағарғанша көпіртіп аламыз. Ол 2 есеге дейін ұлғаюы қажет. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Суымызды құямыз. Суымыз жылы болуы қажет. Қамыр қопсытқышымызды, яғни разрыхитель салып, бір араластырып жібереміз. Ары қарай крахмал қосамыз. Крахмалымыз міндетті түрде жүгері крахмалы болуы қажет. Ары қарай ұнды біз бірден салып жібермейміз. 2-3 бөлікке салып, жайлап араластырып отырып, ұнымызды қосамыз. Міне біздің тестамыз осындай болуы қажет. Қағаздарымызды орналастырып шығамыз формаға. Енді 1,5 қасықтан формамызға құйып шығамыз. Жарты бөлігінен мен какао қосып, қара кекс жасадым. Видеода мен 2 есе қылып жасадым кексті. Толық рецепті описание бөлімінде жазып өтемін. Міне біздің кексіміз дайын. Өте жеңіл, әрі жұмсақ, арасы қуыс болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Егер менің YouTube каналым сіздерге ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана, назарларыңызға рахмет. Ас болсын.